Сәлем, құрметті оқушылар, сіздермен бірге мен Арайлым қан құрамы және оның қызметі туралы тақырыпты сіздерге түсіндіретін боламын, және осы тақырыпта нұсқаталдау жасайтын боламыз. Бұл арнайы оқушыларға арналған ұбт дайындық. Бастаймыз. Бізде бірінші сұрақ ол қанның негізгі құрамы қандай? Біз барлығымыз білетіндей, 7 сынып оқулығы кітабында бізде қанның құрамы қандай элементтерден тұратыны жазушылар барлығы жазылып өтілген. Соның ішінде бізде дұрыс жауап плазма және формалы элементтерден тұрады деген жауабы Б варианты дұрыс болады. Себебі қандай? Себебі бұл жерде қан бұл дәнекер ұлпа болғандықтан оның құрамы 55% плазмадан және 45% формалы элементтерден тұрады. Ол формалы элементтер дегеніміз қанның негізгі элементтері: эритроцит, лейкоцит және тромбоцит. Келесі сұрақ. Екінші сұрағымыз: қан плазмасының негізгі құрамдас бөлігі не? Қан плазмасының негізгі құрамдас бөлігі ол бізде су, гемоглобин емес және эритроцит емес. Бұл бізде су. Қан плазмасы екені бізде 90 және 92%, яғни өте көп мөлшері бізде судан тұрады. Сол себепті бізде дұрыс жауап Б болып табылады. Оқушылар, біздің келесі сұрағымыз: эритроциттердің негізгі қызметі қандай? Эритроциттердің негізгі қызметі бізде оттегін тасымалдау болып табылады. Неге? Себебі эритроцит бізде қан элементтерінің ең маңызды рөлін атқаратын элемент болып табылады. Ол қызыл қан түйіршіктері. Қызыл қан түйіршіктердің құрамында оттек кіреді. Оттек бізді ағзамызға кірген кезде оны барлық денемізге таратады. Сол үшін бізде олар өтпеден оттегін ұлпалардан көмірқышқыл газын тері ағзадан тасымалдап шығарады, яғни оттегін апарады, көмірқышқыл газын тасымалдап шығарады. Келесі сұрақ бізде: лейкоциттердің негізгі қызметі не? Бұл бізде төртінші сұрақ. Лейкоциттердің негізгі қызметіне оқушылар ағзаның қорғанышы жатады. Негізінен бұл лейкоцит ағзада иммунитетті қалпына келтіріп тұратын, яғни негізгі қызметін атқаратын элемент болып табылады. Сол үшін бізде лейкоциттер негізгі ағзаның қорғаныш қызметін атқарады. Неге? Өйткені ол лейкоцит бізде ақ түйіршіктер болып табылады. Қан құрамында олар бактерияларды, ағзамыздағы вирустарды барлығын қамтамасыз етіп және олардан қорғап, бактерия вирустардан біздің ағзамыздың иммунитетін қызметін атқарып отырады. Оқушылар, келесі сұрақ: бізде тромбоциттер не үшін қажет? Тромбоциттер бізде ағзамызда қан элементтері, бұлар ағзаның зақымдаған жері болса, қан кету болса, соны тоқтату мақсатында тромбоциттер қанның терінің жараланған жеріне жиналып, яғни фибриногендер арқылы жиналып, ол жерді қамтамасыз ететін болады, яғни бітейді. Сол арқылы бізде қан тоқтату процесі жүзеге асады. Сол үшін бізде тромбоциттер, яғни қан элементтері ағзадағы қан ию процесіне қатысатын болып табылады.